Бір кісі Microsoft компаниясына аула сыпырушы болып жұмысқа орналасуға келіпті. Кадр бөлімдегілер оған бірнеше сұрақ қойып, тест тапсырмаларын беріп, құттықтаймыз, сіз жұмысқа қабылдандыңыз, өзіңіздің email поштаңызды қалдырыңыз, біз сізге жұмыс кестесі туралы хабарлама жібереміз дейді. Негізі менде email тұрмақ, компьютерде жоқ дейді әлгі кісі. Онда кешірім өтінеміз. Біз сізді қызметке ала алмаймыз. Сіз виртуалды жүйеде жоқ екенсіз. Ал Microsoft компаниясының қызметкерлеріне жұмысты тиімді ету үшін email арқылы байланысып отырамыз деп шығарып салады. Болған іске қайран жоқ. Ол компьютер сатып алу үшін ақша табудың жолын ойластыра бастайды. Қалтасында $30 бар. Ол ақша фермерлерден 10 килограмм алма сатып алады. Көшенің адамдар көп жүретін тұсына келіп, әлгі алмаларды сата бастайды. Бірнеше сағаттың ішінде оның ақшасы 2 есеге көбейді. Кейін бірте-бірте саудасы жақсы жүріп, табысын 10 есеге ұлғайтады. Оған осындай қарқынмен жұмыс істесем, ешкімге де жалданбай-ақ қойсам болады екен ғой деген ой келеді. Арада бірнеше жылдар өтеді. Ол астына көлік сатып алып мінеді. Сосын шағын дүңгіршек ашады. Кейін оны дүкенге айналдырады. 5 жылдың айналасында супермаркеттер желісінің иесі атанады. Күндердің күні бизнесін сақтандыру үшін агенттікке келеді. Ал сақтандыру агенті тиімді ұсыныстар болса, жіберіп отырамыз деген желеумен оның email поштасын сұрайды. Ал ол болса, бұрынғы жауабын қайталайды. Менде email поштасы да, компьютерда жоқ дейді. Таңғаларлық деп сақтандырушы басын шайқайды. Сондай үлкен кәсібіңіз бола тұра, жеке компьютеріңіз жоқ. Егер сізде компьютер болса, қандай нәрселерге қол жеткізер едіңіз деп таңданысын жасырмайды. Сол кезде әлгі адам, онда мен Microsoft компаниясының жай ғана аула сыпырушысы болар едім деп жауап қайтарады. Осыдан шығатын түйін, егер қолыңызда бір зат болмаса, бәлкім оның сізге керегі де жоқ шығар.